Сәлеметсіздер ме? Менің Тубас каналына қош келдіңіздер. Бүгін картоп пен тауық етінен жасалатын, тез дайындалатын осындай кешкі асты рецептімен бөлісемін. Алдымен 1 килограмм картопымызды алып, жақсылап жуып, осылай 4 бөлікке бөліп алдым. Менде картоптарым кішкентай, егер сіздерде картоптарыңыз үлкен болса, осындай кішкентай бөліп алсаңыздар болады. 4-5 тіс чеснокты майдалап түріп аласыздар. Şimdi осылай чеснокlarımızın бәрін осылай майдалап турап аламыз. Егер сіздерде чеснок езетін болса, чеснок езетіндеріңізбен езсеңіздер болады. Тауықтарымызды, бүтін тауығымызды осылай бөліктерге бөліп алдым. Сосын чеснок салдым. Дәмдеуіштермен қарабұрыш, паприка, тауықтың арнайы приправасы, кетчуп пен майонезімізді бір ыдысқа салып жақсылап араластырып, онда осы тауықтың үстіне салатын боламыз. Тауықтарымызды жақсылап араластырып аламыз. Дәмдеуіштері сіңгенше. Сіздер кез келген дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Міндетті түрде қара бұрыш, қызыл бұрыш қосуларыңыз керек. Қара бұрыш пен қызыл бұрыш біздің тамағымызға ерекше дәм береді. Тауықтарымызды осылай жақсылап араластырамыз. Үстіне 1 шай қасық тұз салдым. Осылай бәрін араластырамыз. Тауығымыздың етін осылай жақсылап араластырып болған соң, бетін басып кішкене қойып қоямыз. Дәмдеуіштері әбден етімізге сіңгенін дайын. Картоптарымыз осылай болып шықты. Енді картопымызға 50 мл су, 50 қандай сұйық май бердім. Және үстіне тұз беріп, ұнтақталған қарабет шұңқы салып, картошкамызды да жақсылап араластырып алдым. Осылай жақсылап араластырып аласыздар. Бізде су мен майымыз картошкамыздың астына жабысып қалмау үшін, күйіп кетпеу үшін, және де тамағымыз сапалы болуы үшін. Енді картопымыздың үстіне маринадталған тауық етімізді саламыз. Оны да жақсылап араластыратын боламыз.
Осылай картошкамызды майонездерimiz әркіміз sevгенше араластырамыз. Біздің картошкамыз бен етіміз дайын. Енді оны пешімізге салатын боламыз. Менде пешті 300 градусқа қойдым және 45 минут пісіріп алдым. Әр адамда пеш әртүрлі болғандықтан өздеріңіздің қалағаныңызша градусқа қоя беріңіздер. 200-ден жоғары болса болды. 30 минут, 40 минут пешке қойып алсаңыздар жетеді. Картошкамыз бен етіміз қызарып піскенше пешімізде тұрса жеткілікті. Мінекей осылай қызыл болып әп-әдемі біздің кешкі асымыз піседі. Жұмыстан шаршап келген кезде тез дайын бола алатын осындай кешкі ас. Ешқандай құрғақ болмайды. Сорпасы бар астында. Видео ұнаған болса каналыма тіркеліп лайк, комментарий қалдырыңыздар.